Ясуоның анасы Йошикава мырзаға ізетпен сәлем берді. Профессор Уэнсі жайында сұрайық деп едік, деді ол директорға. Бүгін пойызға мінбеді. Қайғылы хабар жетті. Йошикава мырза бас киімін шешіп, мұңлы дауыспен әңгімесін жалғады. Кеше университетте профессор Уэноның жүрегі тоқтап қалыпты. Енді ол арамызда жоқ. Бір әріптесі кабинетіме келіп, қаралы хабарды естіртті. Ясуоның анасы ұлының алдына тізерлеп тұрып, қолынан ұстады да. Ясуо, профессор қайтыс болды, деді, нәзік те жұмсақ дауыспен. Қалайша? Деп жыламсырады Ясуо. Ол әлі қартайған жоқ қой. Қалай болғанын ешкім білмейді, деп жауап қатты станция директоры. Енді біз ешқашан профессорды көрмейміз, деп сыбырлады Ясуо. Анасының жанында тұрған балақайдың иегі дірілдеп, көзі мөлтілдеп кетті. Оның профессор Уэноның сағынатыны анық еді. Ал Хаши қайтеді? Ясуо платформада әрлі-берлі ағылған адамдар арасынан иесін күтіп отырған итке бұрылды. Сол ақ екен, көзінен жас парлай жөнелді. Енді ол, көмейіне өксікті қылып, сөзін аяқтай алмай қалды. Не істейтінімізді мен де білмеймін, деді осы кезде Йошикава мырза итке қарап. Хаши бүгінде күндегі әдетімен сағат 3 болмай келіп алды. Иесінің енді ешқашан оралмайтынын білмейді. Сол сәтте Ясуоға бір ой келді. Дереу анасына қарап, Ока-сан, деді жалынышты үнмен. Хакейді үйімізге алып кетсек бола ма? Оның сіздерге салмақ салмайтынына сенімдімін, деді станция директоры баланың сөзін құптағандай. Хачи өте ақылды, бәрін түсінетін ит. Ешқашан біреуге орынсыз ырылдағанын көрмедім. Тіпті кешегі күнге дейін үргенде емес. Ойланып көрейін, деді анасы Ясуоға. Содан соң ерсілі қарсылы жүрген тобырдың ортасында қыбыр етпестен отырған Хачиге көз тастады. Дәл осы сәтте итте басын бұрып, әйелге мұңая қарады. Сосын ол мұңлы жанарын қайтадан темір жол жаққа бұрып әкетті. Өтінемін, Ока-сан, деді Ясуо тағы да. Оны өзім бағамын. Ант етемін. Ясуо анасының жауабын демін ішіне тартып күтті. Мен бұған профессордың аруағы үшін келісім беремін, деді ақырында Такахаши ханым. Ол өте мейірбан жан еді. Аригато, Ока-сан, Ясуо анасына басын изеп, ризашылығын білдірді. Содан соң есікке қарай бет алды. Артына қарап, Хаши, кел бері, деді екі санын ұрғылап. Бірақ ит қозғала қоймады. Ясуо платформаға қайта оралып, сен бүгін Ока-сан екеумізбен бірге біздің үйге барасың, деді. Хаши Ясуоға тесіле қарап отырды да, жақындап қалған пойыздың даусын естіп, көзін рельс жаққа бұрды. Ясуо онымен қатарласа тұрды да, тағы да есікке қарай жүрді. Хачи, кеттік. Бала профессордың итіне қалай бұрылып сөйлейтінін есіне алып, қатқылдау дауыспен Хаши, кеттік, деп қайталады. Хаши сонда да орнынан қозғалмады. Мен саған байлап алып кететін бірдеңе тауып әкелейін, деді осы кезде Йошикава мырза. Сосын кабинетіне кіріп кетті де, бірер минуттан соң ұзын арқан ұстап оралды. Арқанның бір ұшын Хачидің мойнына байлап, екінші ұшын Ясуоға ұстатты. Жүр, Хачи, деді Ясуо тағы да, үйге қайтуымыз керек. Арқанды барынша қатты тартқанымен Хачиді орнынан қозғай алмады. Содан соң анасына, ол менен де күшті екен. Өтінемін, Ока-сан, көмектесіңізші, деді. Анасы екеуі арқанды бірге тартты. Алайда Хачиді тұрғызу мүмкін болмады. Станция директоры оларға қол ұшын бергенде ғана Хачи еріне орнынан қозғала бастады. Ол бізге өкпелі, деді Ясуо анасына, Хачиді вокзалдан шығарып, баспалдақпен төмен түсіп бара жатқанда. Әлі ақ үйренісіп кетеді. Анасы мен ұлы табанын тіреп, қарсыласып баққан Хачиді әупірімдеп сүйрей берді. Ясуо мен Такахаши ханым үйге келіп, аяқ киімін шешті де, Хачиді ішке алып кірді. Ясуо есіктің алдындағы еденге таза су құйылған итаяқ әкеліп қойды. Ол қандай тамақ жейді?
деп сұрады Ясуо анасынан. Өзіміз ішетін тамақтан беріп отырамыз. Күріш, балық және көкөністер. Оған арнайы тамақ алатын ақшамыз жоқ. Хачи, ішке кір деп шақырды Ясуо. Бірақ иттің Генканнан аттап басқысы келмеді. Үйдегі өзге бөлмелерді зерттеп шығуға зауқы соқпады. Оның орнына кіре беріске барып шоқиып отырды да, көзін есікке қадады. Оған біздің үй ұнамай қалды, деді Ясуо мұңая. Жаңа өмірге үйрену үшін біраз уақыт керек деп, жұбатты оны анасы. Ясуо Хачидің алдына барып тізерлеп отырды да, басынан сипады. Енді ол итті жұбатуға көшті. Профессорды сағынғаныңды білемін деді баяу қоңыр үнмен. Профессор деген сөзді естіген бойда Хачи артына жалт бұрылды. Мен де оны сағындым. Бірақ біз сені ешқашан бөтенсімейміз, Хачи. Мен саған балық жегіземін, басқа да дәмді тағамдар беремін. Екеуміз бірге ойнаймыз. Уақытты көңілді өткіземіз. Ясуо Хачиге қолын созып, жалайды деп күтті. Алайда ит көзін есіктен алмай, мелшиіп отырды да қойды. Байғұс Хачи, деді бала. Есік ашылып, профессор кіріп келсе екен деп тілеп отырсын ғой. Мен де солай болса екен деймін. Бірақ ол мүмкін емес. Ясуо қайғыра басын шайқады. Шіркін, Акита кенге сөзді түсіндірудің қандай да бір жолы болса ғой. Ясуо итпен тағы біраз сөйлесті де, жанында болсам, сәл тынышталады деп ойласа керек. Ақырын ғана қатарласа отыра кетті. Бір кезде Такахаши ханым, Ясуо деп ұлын шақырды. Үй тапсырмасын орындайтын уақыт болды. Бала Хачидің жанынан бір ел айырылғысы келмей, оқулықтарын кіреберіс есіктің аузына алып келді. Кітабын ашып, әріптерді ежіктеп оқи бастады. Біраз уақыттан кейін есіктің сыртынан аяқтың дыбысын естіді. Ол жұмыстан оралған Ясуоның әкесі болатын. Ото-осан, ішке кірмей, күте тұрыңызшы деп айқайлады Ясуо оған. Сізге тосын сыйымыз бар. Содан соң ол анасын шақырды. Ока-сан, Хачиді ұстауға көмектесіңізші. Анасы Генканға келді де, Хачи қашып кетпесін деп, ұлымен бірге арқаннан ұстап тұрды. Енді кіре берсеңіз болады, Ото-осан деді Ясуо. Тек есікті жылдам ашып, қаттырақ жауып кіріңіз. Сәлем, бұл кім? Деп сұрады әкесі, сарғылт қоңыр түсті үлкен итті көргенде таңғалып. Ол Хачи, профессор Уэноның иті, деп жауап берді ұлы. Профессордың өзі қайда? Деп сұрады Такахаши мырза бәтеңкесін шешіп, үйге киетін шәркейін аяғына іліп жатып. Такахаши ханым күйеуін ымдап көрші бөлмеге шақырды. Бірер минуттан соң Ясуоның әкесі ұлымен әңгімелесуге шықты. Хачи бізбен бірге тұратын болды деп естідім. Бірақ сен ит асырау үлкен жауапкершілік екенін білетін шығарсың. Ото-осан. Ал сен мұндай үлкен жауапкершілікті мойнына алуға әзірмісің? Ото-осан деді Ясуо дереу. Ол әлі күшік екен ғой, деді Такахаши мырза, Хачидің желкесін нұсқап. Бізбен бірге ұзақ өмір сүруі керек болады. Ал сен оның барлық күтімін мойнына алуға міндеттісің. Тіпті басқа бір іспен шұғылданғың келген күнде де, онымен бірге боласың. Түсіндім, Ото-осан. Такахаши мырза тізерлеп отырып, Хачидің басынан сипады. Сосын баяу ғана, сәлем, Хачи деді. Одан кейін Ясуоға бұрылып, өте әдемі ит деді. Акита, кен тұқымдасына жатады. Акита туралы естігенмін, деді әкесі баласына. Олар өте батыл, ақылды келеді. Тамақ ішіп болған соң, екеуміз оны серуенге алып шығамыз. Ал қазір ішке кір де, киіміңді ауыстыр, балам. Мен де киманомды киейін, сосын кешкі асымызды ішеміз. Кешкі ас дайын болғанын естіген Ясуо әкесіне еріп, татами бөлмесіне кірді. Екеуі шағын текшенің жанындағы жозының айналасында жатқан кішкене жастықшаларға отырды. Текшенің үстінде Ясуоның анасы әсемдеп жинаған бір-екі тал ерес гүлі салынған қап-қара жылтыр құмыра тұр.
Такахаши ханым дастарқанға 3 тостаған сорпа, 3 тостаған күріш және 3 тәрелке темпура әкеліп қойып, күйеуі мен ұлының жанына отырды. Ясуо таяқшасын алып, сорпада жүзген тофу мен көкөніс кесектерін теріп жеді. Одан соң лақталған тостағанды ерніне апарып, мөп-мөлдір сорпаны сораптады. Сөйтті де темпураға қол созды. Қамырға орап қуырған ашаян мен көкөністер Ясуоның тәрелкесінде керемет үйлесіммен дөңгеленіп тұр екен. Бала бірнеше кесек темпураны күріш қосып жеді де, тәрелкеде қалғанын Хачиге ұсынып, шақырып алуға тырысты. Міне, Хачи, деді азын аулап аш-шаянды көрсетіп, бір-екеуін жеп көрші. Бірақ Хачи ескейін деп те басын бұрмады. Тіпті бір жұтым суда ішкен жоқ. Кіреберіс есіктің алдында Ясуоның отбасына арқасын беріп тұра берді. Енді Хачиді серуенге алып шықсақ бола ма? Деп сұрады бала әкесінің таяқшаларды үстелге қойғанын көрген бойда. Содан кейін, бәлкім, көңілі орнына түсетін шығар. Такахаши мырза кесенің түбінде қалған шайды соңғы рет бір ұрттады да, орнынан көтерілді. Оған тамақты келген соң берейік. Жүре ғой. Ясуоның әкесі есік ашып жатып, жіптің бір ұшын Хачидің мойнына байлап, екінші ұшын қатты қысып ұстап алды. Бірақ ол иттің күшін есептеп үлгермеген еді. Есік ашылған бойда, Хачи Такахаши мырзаның қолындағы арқанды жұлқы ыстылып шығып, далаға атылды. Хачи, қайт бері. Ясуоның жан дауысы шықты, бірақ ит оны елегенде жоқ. Әкесі мен ұлы көшені бойлап, итпен қоса жүгірді. Алайда желмен жарысқан Хачиге жету мүмкін емес еді. Шарасы қалмаған Такахаши мырза ұлына, кешір мені, Ясуо, деді. Сіздің кінәңіз жоқ, Отосан. Хачи бізбен бірге тұрғысы келмейді. Біз оның отбасы емеспіз, деп күрсінді бала. Әкесі ұлының иығынан құшақтады. Акиталар өте ақылды. О басты аң аулау үшін қолға үйретілген. Мен тіпті Акита кендер аюды да аулай алады дегенді естігенмін. Сондықтан қапаланба, Ясуо. Хачи өзіне азық тауып жей алады. Бірақ Сибуяда не аулауға болады? Деп сұрады Ясуо. Әкесі бұл сұраққа жауап бере алмады. Күндер өтіп, жылдар жылжып жатты. Хачи көктемде сакура гүлдегенде, жазда жаңбыр жауғанда, күзде жапырақтар сарғайғанда, қыста қар борағанда вокзалда иесін күтіп отырды. Күн сайын сағат 3-ке таяғанда, профессормен кездесіп қаламын деп вокзалға келіп алатын. Түннің ортасында бұрылып кетіп қалатын. Бірақ ешқашан үмітін үзген емес. Йошикава мырза вокзалдың есігін құлыптағаннан кейін Хачидің қайда баратынын, қай жерде түнеп жүргенін білмейтін. Түске дейінгі уақытта қай жерге барып, мызғып алатынын да білген жоқ. Есесіне ол күнде сағат 3-ке жақындағанда Хачидің платформаға келіп, шоқиып отырып, иесін күтетінін білді. Бірақ пойыздан профессор емес Ясуо түсетін. Жақында Ясуоның жасы 10-ға толды. Қазір ол есейген, мектепке өздігінен барып келеді. Сәлем, Хачи, деді Ясуо платформада отырған итті көрген бетте. Хачи Ясуоға бір сәтке қарады да, құйрығын 2 рет бұлғаңдатып жіберіп, дереу пойыздан түскен адамдар жаққа жанарын бұрды. 1 минуттан кейін саған тамақ алып келемін, деді Ясуо, ит аяқты толтыру үшін станция директорының кабинетіне бара жатып. Бала тостағанды иттің алдына қойды да, ол жей бастағанда 2 құлағының арасын сипады. Бір кезде селдіреген ақ шашын төбесіне түйіп алған, арықша келген әйел Ясуоның жанына келіп тұрды. Содан соң, мынау мен естіген, иесін күткен ит пе? Деп сұрады. Иә, ол сізге тиіспейді. Өте сезімтал ит, деп, әйелге бір кездері профессордың өзіне айтқан сөзін қайталады. Қайғыңа ортақпын, Хачи, деді әйел иттің мойнынан сипап. Әйелдің жағымды жұмсақ даусын естігенде Хачи құлағын тікірейтіп, мойнын бұрды. Әйел бас бармағымен оның 2 көзінің ортасындағы апақ жүнін сипады. Осы кезде платформаға пойыз келіп тоқтады да, Хачи әдеттегідей барлауды жалғастыра берді.
Қара жиекті көзәйнек таққан, іскерлі костюм киген. Бойы профессор Уэноның бойымен шамалас ер адам Хачиге жақындады. Ит бойын тіктеп, ауаны иіскелеп, дір-дір ете бастады. Бірақ, ер адам жанынан асығып өте шықты. Хачи бейтаныс адам екенін түсінді де, тынышталып, қайтадан профессорды іздеуді жалғастырды. Мына адам Хачидің иесіне қатты ұқсайды деп түсіндірді. Ясуо Хачиден көз алмай бақылап тұрған қартамыс әйелге. Әйел иттің басынан сипау үшін қолын созды. Хачи, сен өте ақылды итсің, деді сосын. Қожайының да өте жақсы адам. Ясуо ит аяқты қолына алды да, әйелге таңырқай қарады. Сіз профессор Уэноны танушы ма едіңіз? Жоқ, деді әйел. Бірақ мен оның тамаша жан болғанын түсіндім. Сол себепті Хачи оны үміт үзбестен күтіп жүр. Иесінің мейірімі мәңгі есінде қалған. Бірде вокзалға қара сұр костюм мен қалпақ киген ер адам келді. Ясуо оны бұрын-соңды көрген емес. Ол алдымен арлы-берлі ағылған бірнеше пойызды, одан түскен жолаушыларды барлап, Хачидің іс-әрекетін бақылады. Оның қалай шоқиып отырғанын, жанынан өткен әрбір адамның жүзіне үңіле қарағанын, мұңға толы жанарын әбден зерттеді. Қымбат камерасын шығарып, Хачиді суретке түсірді. Сосын Ясуоға келіп, ит жайында сұрақтар қойды. Оның әрбір жауабын шағын қойын дәптеріне тәптіштеп жазып алды. Келесі күні Ясуо вокзалға келгенде, Йошикава мырза оған бір газет ұстатты. Мынаны қара, біздің Хачидің суреті, деді, ол газеттің парағын нұсқап. Хачико, иесін күткен ит. Ясуо тақырыпты дауыстап оқып шықты. Кейін Хачидің суретінің астындағы жазуды оқыды. Шукен Хачико Сибуя станциясында иесін күтіп отыр. Меніңше, ол Хачико деген есімге әбден лайықты, деді станция директоры. Себебі Хачи бәріміздің сүйікті итіміз. Оны өзіне айтайын деп Ясуо платформаны кесіп өтті. Қарашы, мынау сенің фотоң, Хачико. Ясуо Хачи сөзінің соңына жалғанған, адал және шын берілген деген мағынаны білдіретін көтіркесіне ерекше екпін сала сөйледі. Хачи Ясуоның даусын ести сала құйрығын бұлғаңдатып, қолындағы газетті иіскелей бастады. Бірақ оның қызықты нәрсе емес екенін көріп, немқұрайлы жата кетті. Сосын үйреншікті әдетіне басты. Оның ең үлкен уайымы пойыздан жаңа ғана түскен платформадағы жолаушылар еді. Мұнда сенің есімің жазылыпты. Ясуо газетті қайта ұсынды. Шукен Хачико, адал ит Хачико. Енді сен атақты итсің, Хачи. Бұдан былай сен Хачико дейміз. Сол күннен бастап, Сибуя станциясында иесін күтіп отырған әйгілі ит, Шукен Хачиконы көруге Жапонияның түкпір-түкпірінен адамдар ағыла бастады. Өмірден күдер үзген жандар оны көріп, тәубесіне келді. Хачико үмітін үзбесе, біз неге қапалануымыз керек? Десті бәрі. Көпшілігі жол ашылады дегенге сеніп, Хачиді бір сипап кету үшін келетін болды. Ақшасы барлар станция директорына Акита кеннің қарны ашып қалмасын деп, тиын тебен тастап кететін. Хачиконы көзімен көрген жандар оның адалдығы мен жанқиярлығына қайран қалысты. Жылдар өтіп жатты. Хачико қожайынына қалай адал болса, станция директоры мен Ясуо да дәл солай оған деген достық пейілден айныған жоқ. Итті асырауға азын аулақ ақша түсіп тұрғандықтан, олар Хачикоға теміржол вокзалынан басқа жерлерден де арнайы тамақ сатып әкеле бастады. Кейде Ясуо не аларын білмей ойланып, ерсілі-қарсылы жүретін. Кейде Хачикоға удон алсам ба екен деп ойлайтын ол. Ұзын кеспені жұтуға қиналатын шығар. Оден алсам қалай болар екен? Тофу, жұмыртқа, балық пен көкөніс қосылған сорпа Ясуоға дәмді болып көрінді. Бірақ Хачикоға ұнамай қалар деп ойлайды. Содан соң якитори сататын дүңгіршектің алдына тоқтап, қақталған тауық етінен жасалған кауапқа тапсырыс берді. Хачико Ясуоның өзіне әкелген тамағын көргенде орнынан атып тұрып, құйрығын бұлғаңдатты. Тұра тұр, Хачико деп,
күлді бала тамақ ұстаған қолын иттің бойы жетпейтін биікке көтеріп. Алдымен істіктен түсіріп, тостағаныңа салып берейін. Бірақ Хачиконың күткісі келмеді. Баланың үстіне қарғып мінді де, қолындағы істікті жұлып алды. Сосын платформаға жайғаса жата кетті де, істіктің екі ұшын алдыңғы аяқтарымен қысып, тауық етін тісімен жұлмалап жей бастады. Не деген ақылды ит деп тамсанды Ясуо. Өмірімде бірде бір иттің бұлай істегенін көрмеппін. Ясуо тағы бір порция якитори алу үшін төменге түсті де, сатушыдан өзімен бірге вокзалға кіруін өтінді. Сосын станция директорын шақырып, Хачидің тамақ жегенін көрсетті. Ақылдысын қараңызшы деп Ясуо істіктен етті жұлып жеп жатқан Хачиконы нұсқады. Иә, өте ақылды ит деп басын изеді станция директоры. Себебі, оның ұстазы тамаша жан еді, деді. Сосын Ясуоның есіне салып. Бір жолы жасөспірім Ясуо пойыздан сыныптастарымен бірге түсті. Балалардың бірі оған: Ясуо, бізбен бірге бейсбол ойнауға жүрсеңіз, деді. Бара алмаймын. Маңызды жұмысым бар деп, ол платформада отырған Хачиконы көрсетті. Станция директоры сол маңайда тұрған болатын. Барып қайт, деді Ясуоға. Бүгін Хачиконы мен қарай тұрамын. Кеттік, Ясуо деп шақырды достары. Біз саябаққа бара жатырмыз. Ясуо алдымен сыныптастарына қарады. Сосын Хачикоға қарай бұрылды. Иттің қоңыр көздері үміт пен мұңға толы еді. Оны тастап кетуге жүрегі дауламады. Кейін қосыламын деп жауап берді ол достарына. Алдымен Хачиге тамақ берейін. Ясуо мен станция директоры сарғылт қоңыр түсті Акитаның жанына келді. Йошикава мырза еңкейіп, Хачидің басынан сипап тұрып: сен оған көп жақсылық жасадың. Күндердің күнінде ол саған алғыс айтады, деді. Ясуо жымиды. Ит адамға қалай алғыс айтуы мүмкін? Көрерсің, деп сөзін жалғады Йошикава мырза. Уақыт өтіп жатты. Ясуо мен станция директоры Хачикоға әрі қарайда қамқор бола берді. Күн сайын ит аяғын тамаққа толтырып, суын ішкізетін. Жүнін жуып, тарап қоятын. Бәрінен бұрын оған жақындаған адамдардан итке ерекше мейірімді болуды өтінуді ұмытпады. Йошикава мырза мен Ясуо Хачиконың тамағына деп жиналған ақшаның бір бөлігін темір жол станциясының арт жағынан оған арнап үйшік салуға жұмсады. Хачико кейде үйшігіне қонса, кейде жоқ болып кететін. Ондай күндері жауынның астында қалып, вокзалға үсті басы малмандай су болып келетін, кейде тіпті жүніне қар жабысып қалатын. Бір күні Сибуяда әлсіз ғана жер сілкінді. Адамдар әуре сарсаңға түссе де, Хачико есін күтіп, тапжылмай отыра берді. Сакура гүлдеген көктемнің күндерінің бірінде Ясуо темір жол станциясына әдеттегіден ерте үш болмай келіп алды. Бұл кезде оның жасы 16-ға толған. Сия көк мектеп формасы мен күн қағарында мектебінің эмблемасы бар бас киімі өзіне жарасып тұр. Ол пойыздан түсе салысымен станция директорына қарай беттеді. Жүре ғой, Ясуо. Кабинеттен Хачикоға тамақ берейін. Станция директоры да егде тартқан. Бұрынғыда емес. Баяу қозғалады. Шашы да Хачиконың тостағанына өзі салған күріштей аппақ. Бүгін ерекше күн. Неге екенін білесің бе? Деп сұрады ол Ясуодан. Сәлем, Хачико, деді Ясуо баяу үнмен еркелете. Сосын тізерлеп отырды да бүйірінен сипады. Алақанына иттің қабырғалары батты. Оян, кішкентай досым, деді Ясуо. Сенің профессорды күтіп отырғаныңа аттай 10 жыл болғанын білесің бе? Акита көзін ашып, Ясуоға тесіле қарады, бірақ басын көтермеді. Қалың қалай, кішкентай досым, деді оған Ясуо. Сен сондай ақылды күшіксің. Өте тамаша итсің. Күлі Жапонияда саған жететін ит жоқ. Ол сипайын деп, иттің бетіне саусағының ұшын тигізе бергенде жақындап қалған пойыздың даусы естілді. Хачиконың оң құлағы еріксіз бүгілді. Орныңнан тұрғың келе ме, Хачико? Деп сұрады Ясуо. Хачико Ясуоға бір қарап алды да, бар күшімен орнынан көтерілді. Осы кезде бұрылыстан көрінген пойыз платформаға жетті де, гүрілдеп барып тоқтады.
Хачико пойызға қарады да, бар күшін бойына жиып, денесін тік ұстап отыруға тырысты. Сосын аузын ашып, «Әу-бәу!» деп қатты үрді. «Әу-бәу!» Дәрмені таусылған, ол соңғы рет ауыр күрсінді де жерге сылқ етті. Иттің қалшылдай дем алып жатқанын көрген Ясуо, «Хачико!» деп айқайлап жіберді. Хачиконың денесі бір рет, екі, үш рет көтеріліп басылды да тыншыды. Ясуо станса директорына жүгіріп барып, «Тезірек оны құтқарайықшы» деді жанұшыра. Йошикава мырза жүгіріп жетті. Иттің жанына тізерлеп отыра кетті де, басынан сипады. «Бәрі кеш» деді ол қайғырып. Хачико жатқан жерге бір топ адам жиналды. Якатари сатушы үстіндегі шеппе күртесін шешіп, Ясуоға ұсынды да, үнсіз басын изеді. Ясуо күртені алып, иттің үстіне ақырын жауып қойды. Одан соң басын төмен салып, көзіне келген жасты әрең іркіп, тұрып қалды. Ол енді есейді, сол себепті жылағанын ешкімге білдіргісі келмеді. «Менімен бірге жүре ғой» деді оған Йошикава мырза. Бозбаланы кабинетіне алып кірді де, креслоға отырғызды. Сосын өзіне орындық алып, Ясуоның жанына жайғасты. Екі дос бір-бірінің жанында терең ойға шомып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Біраздан соң станса директоры Ясуоға бұрылды. «Біз енді Хачиконы көре алмайтын болдық деп қайғырып отырмыз. Бұл біздің қайғымыз» деді баяу үнмен. «Әйткенмен Хачико үшін қуануға тиіспіз. Оның несіне қуанамыз?» Бұл сұрақты қойғанда Ясуоның көзі мөлтілдеп кетті. «Хачико енді қартайған, қажыған ит емес» деп жауап берді қарттығы меңдеп, әбден қалжыраған Йошикава мырза. Хачико өлген күннің ертеңіне Ясуо әдеттегідей вокзалға келді. Хачико мен станса директорына бауыр басып кеткені сонша не істерін білмей дал болды. Әріректе темір жолға жақын тұрған ағаш орындыққа барып отырды да, пойыздан түскен жолаушыларға барлай қарады. Пойыздан алдымен гүлді кимоно киген екі әйел түсті. Түсе салысымен Хачико күтіп отыратын жаққа асыға бұрылды. Иттің жоқ екенін көрді де, абдырап бір-біріне қарады. Ясуо орнынан тұрып, оларға жақындады. «Кеше Хачиконың жүрегі тоқтады» деді ол мұңая басын изеп. «Қайғыңа ортақпын». Екі әйел бір уақытта айтты. «Акитакен өліп қалды ма?» Бір бума кітап ұстап тұрған студент мұны естіді де, аңтарыла тұрып қалды. «Шукен, Хачико енді жоқ» деді жас келіншек ұлына бұрылып. Хачидің өлімі туралы қаралы хабар бүкіл Сибуя станциясына тарады.